Кел ойнайық. Сәлем, достар! Сәлем! Сәлем! Көрдіңдер ме, мен бүгін доп алып келдім. Доппен қандай ойын ойнайсыңдар? Футбол ойнаймыз. Достар, келіңдер, бәріміз бірге ойнайық. Балалар, бүгін біз қандай жаңа сөздер үйрендік? Менімен бірге қайталаңдар. Сендер әткеншекпен, алтыбақанмен не істейсіңдер? Біз әткеншекпен ойнаймыз. Аулада не бар? Аулада спорт алаңы, балалар алаңы бар. Балалар алаңында не істейсіңдер? Балалар алаңында жүгіреміз. Аулада не өсіп тұр? Аулада гүлдер өсіп тұр. Ал енді бірге қайталайық. Ағаш, ағаштар. Дерево, деревья. Гүлзар, цветник. Гүл, гүлдер. Цветок, цветы. Спорт алаңы, спортивная площадка. Күрке. Беседка, сәкі, лавка, балалар алаңы, детская площадка. Құм, песок, әткеншек, карусель. Алтыбақан, качели. Саты, лесенка, төбешік, горка. Доп, мяч, қалақ, совок, шелек, ведро, күрекше, лопаточка, ойыншық, игрушка, секіртпе, скакалка, қуыспақ, догонялки, жасырынбақ, прятки, жүгіру, бегать, тығылу, прятаться, қуу, догонять, секіру, прыгать, отыру, сидеть, демалу, тынығу, отдыхать. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлем, қазыналы кітап. Мені тыңдаймысыңдар? Әрине! Онда тыңдаңдар. Өтеміс ақсақалдың ұлы Махамбет ақындығымен ел арасында танылған. Махамбет көп уақытын Исатайдың қасында өткізген. Исатай батыр да ақынды жақсы көрген. Ел арасындағы қиын сәттерді Исатай жүрегі ауырып айтып отырады. Бұл Махамбетке де қатты әсер еткен. Ақынның көп өлеңдері халыққа тісін батырған би сұлтандарға арналған. Махамбеттің арғы атасы Құлмәлі. Кіші жүздің байұлы бірлестігі ішіндегі Беріш руының жайық бөлімінен шыққан. Одан кейін Өтеміс те ел арасында қадірлі адам болған. Жастайынан өлеңге құмар Махамбет Исатай ағасы сияқты халықтың азаттығын көксеген. Жастайынан ақындық өнерге құмартып өскен Махамбеттің асқан дарындылығына қалың жұртшылық бас иген. Махамбет елге тек ақындығымен ғана емес, ақыл парасатымен, даналығымен танылған. Махамбет халықты патшалық, хандық үкіметке қарсы қарулы көтеріліске шақырған алғашқы қазақ ақыны. Балалар, бүгін біз қандай жаңа сөздер үйрендік? Менімен бірге қайталаңдар. Сендер әткеншекпен, алтыбақанмен не істейсіңдер? Біз әткеншекпен ойнаймыз. Аулада не бар? Аулада спорт алаңы, балалар алаңы бар. Балалар алаңында не істейсіңдер? Балалар алаңында жүгіреміз. Аулада не өсіп тұр? Аулада гүлдер өсіп тұр. Ал енді бірге қайталайық. Ағаш, ағаштар. Дерево, деревья. Гүлзар, цветник. Гүл, гүлдер. Цветок, цветы. Спорт алаңы, спортивная площадка. Күрке. Беседка, сәкі, лавка, балалар алаңы, детская площадка. Құм, песок, әткеншек, карусель. Алтыбақан,
качели, саты, лесенка, төбешік, горка, доп, мяч, қалақ, совок, шелек, ведро, крекше, лопаточка, ойыншық, игрушка, секіртпе, скакалка, қуыспақ, догонялки, жасырынбақ, прятки, жүгіру, бегать, тығылу, прятаться, қуу, догонять, секіру, прыгать, отыру, сидеть, демалу, тынығу, отдыхать,